Дін ол ғылым емес, идеология. Сол идеологияны адамдардың жүрегіне кіргізу үшін сол идеяның басшылары дауыстарын әсерлетіп сөйлейді. Мысалы, Абдуғаппар Сманов дауысын көтеріп сөйлейді. Арман Қуанышбаев қиялдап сөйлейді. Мұхамеджан Тазабек ақындатып сөйлейді. Бұлар ешқандай ғалым да емес, білім иесі де емес. Бұларды мен айтар едім, азғырушылар мен билеушілер деп. Өз идеологиясына азғырып кіргізіп, кейін сені билейтін дін басшылары. Дін адамның мәселесін шешіп бермейді, тек есек сияқты шыдамды болуға үйретеді. Алдына шөпті іліп қойып, артынан қамшылайды. Ол қуандыру мен қорқыту деп аталады. Жанатпен қуандырып, азғырып өзіне шақырады, сосын тозақпен қорқытып ұстайды. Қақпанға жемтік қойып ұстап алғандай. Оған ілінсең шығу өте қиын.